Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мынау құрма, бәрімізге белгілі құрма. Енді Алла Тағала осы құрмада, құрманың ішіндегі заттар туралы бізге Құранда бірнеше аяттарда айтқан. Ең біріншісі, мынау біздің көріп тұрғанымыз араб тілінде қитмир дейді. Қитмир деген мынау құрманың еті мен оның сүйегінің ортасындағы бір жұқа ғана жаратылыс. Енді осы туралы Аллах Тағала Құран кәрімде не дейді? Фатир сүресінің 13-ші аятында Аллах Тағала айтады: Аузубиллахи минаш-шайтанир-раджим. Валлазина тад'уна мин дунихи ма ямликуна мин қитмир. Валлазина тад'уна, сендердің дейді оларға дұға жасап атқандарың дейді. Мин дунихи, одан басқаға дейді. Яғни Алла Тағаладан басқаға дұға жасап атқандарың дейді. Ма ямликуна мин қитмир. Олар осындай қитмирға да ие бола алмайды дейді. Оны жарата алмайды, оның мүлкі болып табылмайды деген мағынада. Қандай да бір адам Аллах Тағалаға басқа дұға жасаса, біреуден көмек сұраса, медет тілесе, ол не болып табылады? Олар осындай да бір жұқа, әлсіз болмайтын бір затты да олар не істейді? Ие бола алмайды, бұны жарата алмайды деген мағынада. Яғни кім ширк жасап жатыр, олар білсін, осындай затты да олар ие болмайды. Қитмир дегеніміз осындай жұқа ғана құрманың ішіндегі бір целлофанға ұқсайтын целлофан тақлеттес зат екен. Енді келесісі Аллах Тағаланың осы құрманың ішіндегі айтқан заты және жаратқаны бұл фәтил деп аталады. Фәтил дегеніміз құрманың мынау қосындысының ортасындағы бір жіңішке ғана жаратылыс болып табылады. Енді осы туралы Аллах Тағала Құран кәрімде не дейді? Ал-Исра сүресінің 71-ші аятында Аллах Тағала бүйтіп айтады: Фаман утия китабаху бияминих. Кімнің кітабы дейді, оң қолынан берілсе дейді. Фаулаика яқрауна китабахум. Міне солар дейді, олар дейді, яқрауна китабахум, олар кітаптарын оқиды дейді. Яғни қиямет күні, есеп күні. Вала юзламуна фатила. Олар осы фәтилдің көлемінде де зұлымдық көрмейді дейді. Енді ойланайықшы, фәтил деген қандай кішкентай зат, қандай әлсіз зат. Осының көлемінде де олар зұлымдық көрмейді дейді қиямет күні. Келесісі Алла Тағаланың айтқан заты бұл құрмадағы нақир деп аталады. Нақир дегеніміз не? Нақир деген мынау сіздер көріп тұрғандай құрманың үстіндегі кішкентай ғана нүкте, домалақ кішкентай тесік деп айтсақ та болады. Нүкте, бұл туралы Алла Тағала Ан-Ниса сүресінің 124-ші аятында айтады: وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Кім дейді, салихалы амалдар жасаса дейді, ол ер адам болсын, немесе әйел адам болсын дейді. وَهُوَ مُؤْمِنٌ, ол момын болса дейді, яғни иман келтірген болса, Аллах Тағалаға, қиямет күніне, періштелерге, кітаптарға, елшілерге иман келтірген адамдардан болса, فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ. Міне солар дейді, жәннатқа кіреді дейді. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Олар осы нақирдің көлемінде де зұлымдық көрмейді дейді. Жасаған амалдарының сауабын алады деген сөз. Біз білмейтін ғажайып Құрандағы осындай 3 аят бар екен. Енді жолда бір кішкентай осындай бір затты көрсек, шеге көрсек, немесе осындай бір темірден болған зат болса, біз не істейміз? Әлбетте иман келтіргендер оны алып тастауға тырысады. Енді ойланайықшы, кішкентай ғана құрманың ішінде Аллах Тағала осындай үлкен аяттарды бізге көрсетіп қойған. Сондықтан осы нәрсе не? Ақыл иелері үшін, иман иелері үшін ойланатын нәрсе. Аллаху тағала алам. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.